Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нурила. Бүгінгі видеода біз осындай қазақша этно-стильдегі шопердің суретін салып үйренетін боламыз. Тура осындай шопердің мастер-классы, яғни тігілу мастер-классы менің YouTube каналымда бар. Астына сілтемесін салып кетемін. Ал бүгінгі видеода біз шопердің үстіне краскалардың көмегімен, яғни матаға арналған арнайы краскалардың көмегімен осындай қазақша стильдегі суретті салатын боламыз. Егер де бұл суретті емес, басқа суретті салғым келеді десеңіз де болады. Өзіңіз қалаған суретті таңдасаңыз болады. Мен тек қана основасын көрсететін боламын. Негізі осындай қазақша этно-стильдегі шоперлер қазір өте сұранысқа ие. Өзіңіз тігіп, салып, сатып, тіпті бизнеске айналдырсаңыз да болады. Ал шоперге келетін болсақ, бұл шопер арнайы матаға арналған, яғни бояулардың, краскалардың көмегімен салынған. Бұл шоперді жууға болады, жуса да мына краскасы кетпейді. Осындай қазақша стильдегі неше түрлі шоперлерді мен суретін салып, бос уақытымда жәрмеңкелерге шығамын. Көп адамдар ұнатып, менен сатып алып жатады. Тіпті мына шопердің өзі 15 000 теңге тұрады. Сондықтан да өздеріңізге ұнап жатса, тіпті бизнеске айналдырсаңыздар болады. Ал жұмысымызды бастайық. Ең алдымен бізге осындай қара түсте немесе өзіңіз қалаған түсте шопер қажет. Бумажный скотчты жан-жағына жабыстыру үшін осындай линейкамен және де мелдің көмегімен шетінен 5 сантиметрден сызып алып, 4 бұрыш жасап шығамыз. Егер кішірек сурет қаласаңыздар, онда 5 сантиметрден көбірек қылып алсаңыздар болады. Және де бізге осындай бумажный скотч қажет. Жаңағы салған 4 бұрышымыздың шет жағына осы бумажный скотчты әдемілеп тұрып, қолыңызбен басып тұрып, жабыстырып шығасыздар. Сол кезде біздің ақ түсті краскамыз шопердің шет жеріне жағылып қалмайды. Екіншіден, ішіне 2 файл саламыз, яғни ақ түспен бояған кезде шопердің екінші бетіне краскамыз жағылып қалмайды. Декола компаниясынан осындай бізге ақ түсті краска қажет. Қолданбай тұрып, міндетті түрде бір рет шайқап алыңыздар. Біз суретімізді бастамай тұрып, яғни басқа түстермен боямай тұрып, міндетті түрде шопердің үстіне ақ түстен 3-4 слой жағып алуымыз қажет. Сонда біздің жаңағы салатын суретіміз анық көрінетін болады. Міндетті түрде бір слой кепкеннен кейін ғана екінші слойды жағыңыздар. Немесе күте алмаймын десеңіздер, феннің көмегімен кептіріп басқа слойларды жаға беруге болады. Осындай краскалер художественный магазиндерде немесе Каспий магазиннен тапсаңыз болады. Бағасы 700 теңгеден басталады. Барлық слойларды бояп болғаннан кейін менде 4 слой шықты. Осындай копировальная бумага қажет. Біз осы бумаганың арқасында суретімізді басып шығып аламыз. Бір парағын алып, айпадтың немесе ноутбуктың бетіне қойып, ручканың көмегімен басып алуымыз қажет. Именно осы суретті мен ссылкасын астына, видеоның астына салып қоямын. Сол видеоның астына кіріп, скрин жасап, осы суретті басып алсаңыздар болады. Енді басып алған бумагамызды шопердің үстіне қойып, глянцевый жағын жаңағы ручканың көмегімен аппақ красканың үстіне басып шығамыз. Тура осы суреттің ссылкасын және де мен салып жатқан шопердің тігілу мастер-класын, яғни сабағын видеоның астына қалдырып кетемін. Сол видеоның астына кіріп алсаңыздар болады. Салынбай қалған жерлерін карандаштың көмегімен сызып алсаңыз болады. Ең алдымен мен адамның денесінің суретін салып шығамын. Түсін маған ақ түстен, және де қызыл түстен, және де розовый түстен, және де охра деп аталады түсінен аламын. Ең алдымен ақ түспен охра түсін араластырып, кішкене дененің цветін шығарып аламын. Кейін
кішкене ғана қызыл түстен және де кішкене ғана розовый түстен араластырамыз. Сол кезде осындай телесный цвет бізде шығады. Ең алдымен осы түстермен мен адамның бетін, яғни қыздың бетін, қолын, мойнын бояп шығамын. Біз қазір тағы да бір слой бояп шығамыз, сондықтан да краскамыз қатып қалмау үшін осылай бір жерге жинап қоямын. Енді ақ түс пен көк түсті араластырып, аспанды бояп шығамыз. Осы сурет салған негізінде өте қызық, сіз мектеп кезіңізді еске алып, кәдімгідей творчествоңыз ашылады. Енді бір слой тағы да бояп шыққаннан кейін бізге теңдарын жасап шығу керек. Жаңағы дайын краскаға охра немесе қоңыр түсті араластырып, қыздың денесіндегі теңдарды салып шығамыз, сонда суретіміз объемный болып шығады. Егер қатты бояп жүріп, қателесіп бояп жүрсеңіздер, қайтадан денесіндегі түсті үстіне басып шықсаңыздар, красканың түсі кетеді және де ақшылдау қылып боялады. Шапанына да осындай қызыл түске қоңыр түсті, қара түсті араластырып, жаңағы ішіндегі объемдарын береміз. Міндетті түрде 2 слой жасап шығыңыздар қызыл түстен.
мен қыздың бетін бояй бастадым. Менде қасы екеуі екі түрлі болып қалады қазір, сондықтан да дұрыс емес, қастың үстін мен тағы да осындай телесный түстегі краскамен бояп қайтадан кетіремін. Содан кейін қайтадан дұрысырақ қылып салуға болады. Қателесіп кетсеңіздер, оның ештеңесі жоқ, барлығын түзеп алуға болады. Осындай қазақша стильдегі шоперлер қазір трендте, сұранысқа ие, және де өзіңіз үйде отырып, кез келген уақытта хоббиіңізге айналдырып тіпті салсаңыз, және де жәрмеңкелерге шығып, сатып, табысқа шықсаңыз да болады. Көк жүректердің ұлына еріп кете бересің одай. Беу біркем дүнге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Беу біркем дүнге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Көк жүректердің ұлына еріп кете бересің одай. Беу біркем дүнге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Беу біркем дүнге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген.
Видеода байқағандарыңыздай мен барлық процесске озвучка жасаған жоқпын, онсыз да барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Өздеріңіз түсінгендей, шопердің үстіне өзіңіз қалаған кез келген суретті бумаганың арқасында немесе өзіңіздің қолыңызбен салып сызып алсаңыз болады. Егер сіздерге видео ұнаса, пайдалы болса, лайк, комментарий қалдырып, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, себебі каналда жақында көптеген пайдалы мастер-класстар болады. Сіздермен болған Нұрила, барлықтарыңызға рахмет.